Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін тауықты духовкада овощпен бірге пісірудің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте жылдам дайын болады және де сочный, әдемі пісіп шығады тауығымыз. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Өте дәмді шығады және жұмсақ болып әдемі пісіп шығады. Бұл тағамды дайындау үшін мен бір тауықтың етін алдым. Менің тауығымның шамамен салмағы 1,5 килограммдай. Тауықты осылай алдын ала жуып, артық керек емес жерлерін кесіп алып тастадым да, сонымен тұздап 1,5 сағатқа қойып қоям. Және сосын тауыққа қосатын жаңағы көкөністерімді тураймын. Чеснокты мен осылай майдалап бөліктеп, менде 3-4 бөлік чеснок алдым. Сосын жаңағы кориандр, приправа для гриля деген соны қосам. Сосын 2 қасық аджика қостым. Және 50 грамм сұйық май, 1 шай қасық қарабұрыш қосып, жақсылап араластырып, енді осы маринадпен бағанағы тауықты маринадтайтын боламын. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Осылай бүкіл жеріне жағып шығамын. Сосын жаңағы тазалап аршып алған көкөністерімді тураймын. Менде 4 картоп, 1 сәбіз, тәтті бұрыш, бәрін осылай турап алам. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз міндетті түрде. Енді дәміне қарай тұз сеуіп, бағанағы қалған маринадымды осы картопқа қосамын. Жақсылап тұрып араластырам. Сосын противенге фольга төсеп, маринадталған тауығымды салып, ішіне жан-жағына овощтарымды саламын. Осылай менімен бірге жасап көріңіз міндетті түрде, өте дәмді шығады. Сосын духовкада 250 градуста 30-40 минут пісіріп аламын. Мен тамағым дайын болды. Өте сочный, жұмсақ болып, әдемі пісіп шықты. Осылай міндетті түрде жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Осы рецептпен жасап көріңіз міндетті түрде. Сау саламатта болыңыз.